келесізбі? Менің атым Алдияр. Мен көлік туралы айтамын. Көлік ол техника. Көлікті адамдар өз жұмысының айлығына алады. Адамдар көлікті сатып алған мәселесі себебі адамдар жаяу жүруді ұнатпайды. Содан машине алады. Машинелердің көп түрі болады. Қытайда, Испанияда және тағы да басқа мемлекеттерде істелген көліктер болады. Германияда, Жапонияда, Корейде, Қазақстанда көп пайдаланылады. Адамдар көлік айдау үшін көлікті айдау мектебіне барады. Ол жерде олар қалай көлікті айдау керектігін үйренеді. Көліктердің дөңгелегі және моторы болады. Саған өзіңе қандай көлік ұнайды? Үлкен емес, кіші, ұзын кіші машине ұнайды. Көлік адамдарға жаяу жүрмес үшін керек дедің, е? Жұмысы алыс болса? Көлікпен барады. Ал жақын болса, жаяу барады. Көліктердің қандай түрлері болады? Мысалы, қоғамдық көлік болады, жеке адамдардың көлігі болады. Қоғамдық көліктерге қандай көліктер жатады? Автосалонда сатып алған машинелер. Жоқ, қоғамдық көліктер дегеніміз автобустар, пойыз, метро, троллейбус, трамвай, олар қоғамдық көліктерге жатады, Баяғыда ата-бабаларымыз қандай көлікпен жүрген? Атпен жүрген. Атпен жүрген, Түйемен жүрген, атпен жүрген. Сол кездегі көлік сондай болған. Көлік туралы өміріңде қандай бір қызық оқиға болды? Бұл қызық оқиға болған жоқ. Көліктің ішінде қалып қоймадың ба? Жоқ.